Нашар қыздың қалың малына 7 сиыр берген жігіт. Баяғыда бір байдың 2 қызы болыпты. Біреуі сондай ақылды, шебер, көркем мінезді, өте әдемі, ал екіншісі өте ерке, мінезі сондай дөрекі, әдепсіз, ешкім жақтырмайды екен оны. Бір күні көрші ауылдан қыз айттыруға 2 кісі келіпті. Қыздардың әкесі оларға: менің 2 қызым бар. Біреуінің мінезі нашарлау, өзі дөрекі, өте ерке. Соны бір сиырға бере салам. Ал екінші қызым сондай көркем мінезді, қолынан бал тамған шебер. Соны 3 сиырға берем деген екен. Сөйтсе, жаңағы жігіттің біреуі: 7 сиыр беріп, нашарлау қызыңызды алам депті. Бүкіл ауыл аң-таң. Содан 1 жыл күтіпті, қызды қайтып әкеп тастайтын шығар деп 2 жыл күтіпті, жоқ. 3-ші жылы шал кемпіріне: барып көрейік енді, ана қыз не боп жатыр екен, тым-тырыс боп қалды ғой, депті. Сосын көрші ауылға барса, шетте әп-әдемі үй тұр екен. Күйеу баласының үйі екен. Сүп-сүйкімді балалары жүгіріп жүр. Мына жақта қозы-лағы, көз қуантарлықтай бір көрініс. Үйге кірсе, өзінің қызы екен, кәдімгідей әп-әдемі, айрандай ұйыған отбасы болыпты. Шал мен кемпір таң қалыпты. Біз сені қашан әкеп тастайды деп, бүкіл ауыл болып уайымдап күтіп отырсақ, мынауың қалай болғаны? Десе, жаңағы қызы: мені өте жоғары бағалады. 7 сиырға бағалағаннан кейін, сол 7 сиырдың құнынан төмен болғым келмеді, депті. Қандай ғажап десеңізші, біз болсақ, тіпті жақсыларды бағалай алмай жатамыз ғой. Бір-бірімізді бағалай білуді үйрену керек екен. Ойнет.kz сайтынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.